Сіз бай бола аласыз. Джозеф Мёрфи. Екінші тарау. Барлық байлық айналамызда. Сіздің айналаңыз байлыққа толы, себебі Құдай көзге көрінбесе де, барлық жерде бар. Ол айналадағы ауа тәріздес. Әр адам қанша дем алса да, сонда да ауа азаймайды. Ол шексіз таусылмайды. Жаратқанның болмысын мұхитпен салыстыруға болады. Егер сіз мұхиттан оймақпен немесе шөлмекпен су алсаңыз, одан су ешбір азаймайды. Сол сияқты жаратқанның болмысы ол шексіз өмір, одан бөлек өмір жоқ. Сонымен бірге ол шексіз материя. Сіздің ойыңыз, сезіміңіз материалды. Сіз кім болсаңыз да, не істесеңіз де, сіздің жаратқанмен бір тұтастығыңыз көптеген қиыншылықтарды жеңуге көмектеседі. Себебі ол өмірдің көзі, баршаға күш береді. Адамға көп мүмкіншіліктер берілген, өз ойын биік нысанға көздесе, Құдай оған жауап береді. Соның арқасында көптеген жақсы істер жасайды. Әлемде бәрі жеткілікті. Сіздің бойыңызда шексіз жасампаз күш бар екенін сезініңіз. Сол себепті өзіңізді қуанышта шектеудің қажеті жоқ. Жаратқанның асыл қазынасы еш уақытта таусылмайды. Кеше, бүгін, әрқашан. Адам баласының бір қателігі ол ішкі нағыз асыл қазынаны түсінбей, сыртқы байлықты іздейді. Өзінің ақыл ойының күшін пайдаланудың орнына. Есіңізде болсын, жаратқанның асыл қазынасы ешқашан таусылмайды. Одан сіз қанша алсаңыз да, нағыз күш сіздің ішіңізде. Оның қаржылық қиындықтарының себебі. Бір күні маған көрші тұратын 16 жасар жас жігіт келді. Ол колледжге түсіп инженер болғысы келеді екен. Бірақ әкесі оған рұқсат бермейді. Сені колледжге оқытуға біздің ақшамыз жоқ. Үйдің қарызын банкке қайтара алмай қиналып жатырмыз. Қаржы тапшылығына байланысты ол арманыңды ұмыт деген. Бұл баланың әкесінің қаржылық проблемалары не себепті екенін түсінесіз бе? Ол әрқашан кемшіліктер, жетіспеушілік, қаржылық қиындықтар туралы айтатын. Осындай ақыл ойына байланысты оның санасының астыңғы қабаты да сондай жауап береді. Байлықты ойласаңыз, байлық келеді. Кедейлікті ойласаңыз, кедейлік келеді. Оның өзгерген көзқарасы тамаша нәтиже берді. Ол баланың әкесімен әңгімелесіп, мен оған не істеу керек екенін түсіндірдім. Бар болғаны ол өзін дәулетті, ауқатты адам ретінде сезіну керек. Не бір байлықтың иесі сияқты. Сонымен бірге әкесі күнде жатар алдында қиялдау керек. Баласынан хат алғанын, ол хатта баласы колледжге оқығанына қуанышты екенін, сол үшін әкесіне риза екенін айтып, содан кейін ол байсалды, салмақты түрде мына сөздерді бірнеше рет қайталау керек. Құдай байлықтың көзі. Ол менің барлық қажеттілігімді әрқашан орындайды. Күндіз басына мынандай ойлар келгенде, менің ақшам аз, шөптарымды қалай төлеймін, мен қайыршылық күйге ұшырадым. Ол бірден мұндай жайсыз көзқарасты тоқтатып, Құдай байлықтың көзі. Ол менің барлық қажеттілігімді әрқашан орындайды деп айтатын. Алғашқы кезде бұл сөздерді ол 30-40 рет қайталайтын. Бірақ бірнеше күннен кейін негативті, жағымсыз ойлардың күші азайып, ақыры оны мазаламайтын болды. Бір күні ол лотерей билетін сатып алып, үлкен ұтысқа ие болды. Соның арқасында қарыздарын қайтарып, өз күшіне сенімділік пайда болды. Бүгінде оның баласы өзі таңдаған университетте оқиды. Енді әкесі де, баласы да қаржылық қиындықтардан қорықпайды. Қаржы проблемаларын қалай шешуге болады? Баю жолында ең басты есте сақтайтын принцип бар. Құдайдың асыл қазынасынан алып, көзге көрінетін
байлық жасайтын тек бір ғана күш бар. Ол адамның ойы. Сіз ой әлемінде өмір сүресіз. Сондықтан бай болу үшін, қаржы проблемаларын шешу үшін, сіз әрқашан байлық, табыс, өркендеу туралы ойлауыңыз керек. Бұл әлемде сіз көрінетін әрбір нәрсе, әрбір форма, процесс шексіз интеллекттің ойының іске асуының нәтижесі. Құдай қозғалыс жөнінде ойласа, ой сол қозғалысқа айналады. Егер бір форма жөнінде ойласа, ой сол форма болып шығады. Әлемдегі барлық нәрселер осылай пайда болған. Сол сияқты, егер сіз қаржы проблемаларынан, қиындықтарынан құтылғыңыз келсе, сіз өзіңізді ойшыл деп сезінуіңіз керек. Әртүрлі идеялар, жоспарлар, мақсаттарды ойлап табатын. Сіз қолыңызбен жасаған барлық формалар, жаңалықтар, тағы басқа нәрселер ең әуелі сіздің ақыл ойыңызда бейне ретінде пайда болады. Сіз ақыл ойыңызға мынандай ақиқаттарды әбден сіңіріңіз. Мен Құдайға және барлық жақсылыққа сөзсіз сенемін. Мен әрқашан кез келген жағдайды жеңе аламын. Себебі жаратқан маған қажетті идеяларды қажетті уақытта жеткізеді. Құдіреттің байлықтары менің өміріме ағылып келіп жатады, және де олар артығымен келеді. Осы ақиқаттарды қайталаған сайын менің ақыл ойым Құдайдың таусылмайтын асыл қазынасынан қажетті игіліктерді алуға бейімделеді. Жоғарыда келтірілген ақиқаттарды қайта-қайта айта берсеңіз, және олардың шындығына, нақтылығына жүрегіңіз сенсе, онда сіздің бойыңызда молшылықтың рухы пайда болады. Қандай экономикалық жағдай болмасын, сіздің өміріңізде әрқашан молшылық болады. Пайданың қандай түрінде болмасын. Жылына $5,000 $50,000 дейін. Осыдан бірнеше жыл бұрын бір сауда агенті әрқашан менің жексенбі күнгі дәрістерімді тыңдап жүрген, және де радиодан берілетін менің бағдарламаларымды тыңдайтын, маған мынандай сұрақ қойды. Жылдық табысымды $50,000 қалай көтеруіме болады? Мен үйленгенмін, 3 балам бар. Ақшаны әрең жеткіземін. Сол себепті әйеліме де жұмыс істеуге тура келеді. Кейде адамға түсіндірудің өзі ем болады. Мен оған ақыл ойындағы байлықтың бейнесі басты себеп болатынын түсіндірдім. Ол байлықтың нақты болмысы, оған бұрынғы жағдайлар ешбір әсер етпейді. Енді сауда агентінің істейтіні бірақ нәрсе. Ол бейне ойды өзінің санасының астыңғы қабатымен байланыстыру керек. Содан кейін нәтиже болады. Демек, идеясы орындалады. Маған жазған хатынан үзінді келтірейін. Қымбатты доктор Мерфи, сізбен әңгімелескеннен кейін мен 3 ай бойы айнаның алдында жаттығу жасадым. Сақалымды алып болғасын, мен айнаның алдында тұрып дауыстап былай дедім. Джон, сенің табысың керемет. Сен жылына $50,000 табасың. Сен аса көрнекті сауда агентісің. Мен бұл сөздерді күнде таңертең 10 неме болмаса 20 минут бойы қайталаймын. Сонда менің санамның астыңғы қабатында сол $50,000 менталды эквиваленті пайда болатынын білемін. Сол ақша менің бойыма әбден сіңді. Осыдан 10 апта бұрын біздің сауда бірлестігінің дәстүрлі жылдық жиналысында маған сөз сөйлеуге тапсырма берілді. Вице-президент менің сөйлеген сөзіме өте риза болды. Көп кешікпей менің лауазымым көтеріліп, жалақым өсті. Жылына $10,000 болды. Бұл комиссиялық төлемдермен бірге өткен жылы $50,000 асты. Шынында, байлықтың өзі адамның ақыл ойы екен. Ол ынта мен еңбек етсе де ешбір пайда көрмеді. Бір күні мен төменгі топтың басшысымен әңгімелестім. Ол былай деді. Мен күндіз түні еңбек етемін.
барлық уақытым мекемеде өтеді және де күнде кешке дұға оқимын. Құдай маған барлық жолымда молшылық береді. Мен оның сыйын ризалықпен қабылдаймын. Соған қарамастан мен 5 жылдың ішінде мен ештеңе ұтқан жоқпын. Не жалақым, не жұмысым өскен жоқ. Бірақ әңгіме барысында ол өзімен бірге жұмыс істейтін класстастарының жетістіктерін қызғанатынын мойындады. Оның бұрынғы достары жұмыс сатысында өзінен асып кетті. Соны көріп ол ренжитін, қызғанатын, табысқа жете алмағанның басты себебі осы болатын. Жұмыстағы жолдастарының байлығы, табыстары, дәрежелерінің өсуі жөнінде жағымсыз ойлары өзінен байлықты және молшылықты қашырып жіберді. Ол өзіне тілеген нәрселерді кінәлады. Ол өзіне өзі зиян келтірді, себебі ақыл ойына жағымсыз, негативті жайларды жинады. Бір жағынан ол айтады, Құдай қазір маған молшылық береді деп. Ал келесі кезеңде ол ішінен былай дейді, мына жігіттің жалақысы да, жұмысы да өскеніне мен қатты ашуланып қалмын деп. Менімен әңгімелескеннен кейін ол түсіне бастады. Басқа адам туралы не ойласаң, сол өзіңнің өміріңде де болады. Ол өзінің ішкі көзқарасын өзгертіп, ендігіде жолдастарына денсаулық, бақыт, жақсылық тілейтін болды. Олардың табыстарына қуану оның әдетіне айналды. Осындай көзқарасының арқасында ол да табысқа жетті.